Сәлеметсіздер қадірменді көрермендер, сіздер IT сервис KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон, ол Redmi 5A телефоны. Мінекей моделін көре салсақ, настройка о телефоне. Redmi 5 екен. Redmi телефоны. Яғни енді бүкіл Redmi маркаларында осындай болса керек, осындай бір жағдайлар, осындай бір ақаулар болып қалуы мүмкін программасында, былай айтқанда. Ол қандай мәселе? Телефон келген мәселесі, біз телефонға қандай да бір қоңырау шалынса, ол қоңырауды өз еркімен алынып кетеді екен. Яғни гудок келмейді, мысалы сізге қоңырау шалады, 3 секундта алынып кетеді. Телефон өзі қоңырауға жауап береді, сіз оны білмейсіз. Егер сіздерде сондай мәселе болса, ол мәселені қалай шешуге болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Яғни мінекей мына жерде біз қоңырау шалып көреміз қазір телефонға. Екінші телефонмен қоңырау шалып жатырмыз мұнда. Мінекей қоңырау шалып жатырмыз. Қазір қоңырау келеді. Және 3 секундта өзі алынып кетеді, автоматты түрде, қараңыздар. Мінекей. Алло. Біз мына жақтан өшіре саламыз. Яғни телефон өзінен өзі автоматты түрде жауап беретін бұл функцияны қалай өшіруге болатындығын көрсететін боламыз. Ол үшін сіздер телефонның настройкасына кіресіздер. Осы Redmi-дің настройка. Одан кейін ең төменіне түсіп, ол жерден системный приложение дегенді таңдайсыздар. Осында кіріп, ол жерден телефон деген болады. Телефонға басып, ол жерде автоответ деген болады. Всегда деп тұр мына жерде. Осыған басамыз. Және ол жерде всегда дегенде біз алып тастаймыз только Bluetooth деп. Яғни Bluetooth наушникпен немесе Bluetooth бір құрылғыларға қосылған кезде ғана автоматты түрде жауап беретін түрін қосып қоямыз. Қоспасақ та болады. Яғни қоспаған себебіміз, енді Bluetooth-бен қолданатын болсаңыз, автоматты түрде қоңырау алына береді. Өйткені Bluetooth болған кезде сіздің құлағыңызда болады ол наушник көбінше. Ал сіздер автоответ деген мына жерден қосылып тұр, осыны өшіріп қойсаңыздар, ешқайсысына бір белгіні қоймаймыз біз, яғни галочканы. Мінекей, автоответті біз өшіріп қоямыз. Өшіріп қойсақ, артқа қайтамыз да, және қайтадан біз телефонға қоңырау шалып көреміз. Қоңырау шалынып жатыр. Мінекей қараңыздар. Телефонға қоңырау шалынып жатыр, және ол біздің адамның еркімен қоңырауды алғанын, яғни жауап бергенін күтіп тұр. Ол өзі автоматты түрде жауап бермейді. Мінекей біз осылайша, мұнда біз өшіре саламыз қазір. Біз осылайша Redmi 5 телефонда қоңырау шалынғаныңызда автоматты түрде өзінен өзі алынып кететін бұл ақауды өшіріп қойдық, былай айтқанда. Яғни телефонның настройкасынан жасалынатын іс екен. Сонымен сіздер IT сервис KZ каналын көрдіңіздер. Егер видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып каналға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Біз оған міндетті түрде жауап беретін боламыз. Сіздердің біздің каналға тіркелгендеріңіз ол біз үшін өте үлкен бір жетістік. Сау, сәлеметте болыңыздар.